барын береміз дейді. 100 гектар шыға ма, 150 гектар шыға ма дейді. Ода сонда неге сен 4 жылдан бері біз алдап келесің? 380 гектар жер бар, біз ешқандай берілген жоқ дейді. Ал төңіректің бәрі мынаның бәрін елдер алып болды уже. Қоршап алды. Сонда мына қоршалған жер ол біреулерге беріп қойған. Берген жоқ. Сатқан ба не істеген? Берген жоқ. Берген жоқ. Мына жерде бұрын үй салынған жер деудің үйі болатын. Заездный жаңа ремонт неғанда адам тоқтайтын жерші. Қазір міне бұл жердің несіне біздің картамызда бар. Мынада 3 бұрышты ғана бір жарты гектар жер не қалған. Балар міне 40-45 жыл болып қоршап қойып тіршілігін істеп малын көбейтіп жатыр мысалы. Ал аш десең ашпайды. Әкімге барсаң білмейміз. Шешеміз Жоқ, әкім білмесе кім біледі? Қалай рұқсатсыз енді мысалы қоршайдың? Рұқсат беру керек қой, иә. Енді мысалы мен көктемде тағы бардым осы әкімге мысалы. Ананы қоршап жатыр, айналып ана жерді ашып бер, біздің ана малымыз жайық десек, заң шықсын, ана не шықсын, қосақ шықсын. Білмеймін, мен көктемде жер бөлімінің басқа Саят деген жігіттегі бар, аға бір демастан кейін сөз қағып береміз деп, міне 10 ай өтті ғой, ештеңе шешілген жоқ қой мысалы. Мен сіздер барасыздар, олар сіздерге әне жасап береміз, міне жүздеп береміз, кішкене күте тұр, сонымен жылдар өтіп жатыр, айдар өтіп жатыр. Дұрыс айтасың мысалы. Міне 1 жыл болды ғой мысалы. 7 жыл болды. 7 жыл аз ғой, түк емес қой, не ол 7 жыл. Міне мысалы неміз байланыс мысалы нені? Интернетсіз мысалы. Бардық былтыр 10 қазан күні 24 жыл бардық. Қолымызға документ берді, Аққұдыққа біз интернет орнап тастадық дейді. Көрдік, қағаз көрдік. Қағазы бар. Оны ақ жазыққа апарып 2 жерге қойып тастады мысалы. Сол дұрыс па мысалы енді? Бізде мысалы әзір ауылда интернет жоқ, жастар ешқандай. Бәрі қалаға қашады жастардың бәріміз. Жұмысы. Күнінде ғой айқайдың не басқаны кішкене. Сізде қағазда бар, қағаз бойынша бар. Қағаз бойынша біздің Аққұдыққа 31-ші үйге қойылған. Факт бойынша. Ал арқада тек көшесіне қойылып тастады. Оның барлығын біз суретке түсірдік мысалы.